Жақсылап тұрып орап жіберіпті қолдаушылар. Ее преступление, ее красота дейді. Ой, жарайды. Прям қатты қуанып тұрмын, көп рахмет. Және де мына бір сыйлық болды сіз жаңа оқыған хатта. Және гүл шоқтары. Сияды ғой, ә? Жандос. Бұл Зарина. Зарина мисқа қатыспастан күнде сыйлық алады. Егер қатысса білмеймін не болады екен. Тек Заринаның сыйлығын тасумен айналысатын сияқтымыз. Бағдарламасындағы белсенділігіңіз бен шынайылығыңызға ризашылығымызды білдіреміз. Сіз өзіңіздің табиғи болмысыңызбен, инабаттылығыңызбен және әдемі күлкіңізбен көрермендерді баурап алдыңыз. Сізге өзіміздің алғысымыз ретінде Тайқазан картинасын сыйға тартуды жөн көрдік. Тайқазан бірлік пен молшылықтың, құт берекенің символы. Бұл картина сіздің үйіңізге жақсылық пен тыныштық әкелсін. Әрқашан отбасыңызда молшылық болсын деп тілейміз. Сізге денсаулық, амандық және барлық бастамаларыңызға сәтті тілейміз. Ізгі ниетпен деп аккаунтын жазып жүрген екен. Рахмет сіздерге көп өте қуаныштымын. Ой, керемет Тайқазанның суретімен. Аха. Жандосжан, келесі. бұл гүл шоқтары Ақеркеге қолдаушыларынан. Келіңіз Ақерке. Хаты бар, ә? Бұлай бересіз. Ақерке алтыным, сен ең сұлу, ең нәзігісің, жақындарың үшін әлем аруысың, сені әрқашан қолдаймын, ең бастысы қазақтың қызы деген атқа лайық бол. Әр басқан қадамыңа Алланың нұры жаусын, ізгі ниетпен оқырман деп атын жазып жіберіпті. Рахмет, үлкен Алла разы болсын. Мен де сені жақсы көремін. Бұл да Ақерке ме? Гүл ала қойыңыз. Бұл сыйлық Аидаға қолдаушыларынан. Аида, келіңіз. Келіңіз. Хаты бар, Аида. Ақ құстарыңыздан деп жазып жүрді. Мен өзім солай айтам, олар еркелетіп, ақ құстарым деп айтам. Сіздің оқырмандарыңыз бәрі ақ құстар ма? Иә. Мен де сізді оқимын, мен де ақ құс болдым болсам. Жақсы екен бірақ, тамаша. Сүйкімді Аида мисс болуға лайықтысыз деп жазып жіберді. Аккаунттарын белгілеп, көп рахмет сіздерге. Ал бұл гүл шоқтары Нұрайға хаты бар. Нұрайға хаты бар. Нұрай, бұлай оқи аламыз ғой? Жабыстырып қойған екен. Турциядан сәлем дейді. Біз сені әрқашан қолдаймыз. Тимур мен Аринадан. Тамаша. Жарайсыздар, Бұл дос гүл деген шоқтары осылай. Нұрай, Нұрай, сізге үміткер Жәнібектен. хаты бар екен. Ой, Жәнібек. Нұрай, сәттілік серіктесің болсын. Саған тек жақсылықтар тілеймін. Жәнібектен рахмет. Тамаша, құтты болсын. Жәнібек ұмытпайды, міндет түрде осы. Болды екен. Бабын тауып, көңілін тауып жүреді. Барша қолдаушыларға мың алғыс. Ал, осыған өзіңіз жаймендеп. 3 әділ қаза алқаларының ұпай санын өзіңіз бір айтып берсін. Айтайын енді, оңай дүние емес. Бірақ бірінші нөмірде өзінің өнерін көрсеткен Айгүл. Ұпай саны. Енді білесіздер ғой, жаңада есептеп отырғанда жандар бар шығар дегенмен, бірақ Айгүлдің 3 әділ қазының ұпайларын қосқан кезде жалпы саны 20 ұпай. Екінші нөмірде өнер көрсеткен Айдана. Айданаға берілген баға бүгін Айдананың көңіл күйін біраз қуантқан сияқты, көтерген сияқты. Алғашында мүлдем басқаша ұпайлар болса да, соңында еңбегіңіз бағаланған секілді. Және де сіздің ұпай саныңыз 3 әділ қаза алқасының ұпай санын қосқанда 23 ұпай. Аида қызымыз 3-ші нөмірде өнер көрсеткен. Аиданы бүгін барлық көрермен, сіздерде бізде жаңа қырынан таныдық. Жаңа сіздің билей алатын қабілетіңіздің бар екенін, тіпті неше түрлі стильде билейтініңізді біліп қуанып қалдық. Шынымен де сіздің ұпайларыңызды айтсақ, сізде 9 ұпай. 4-ші нөмірдегі Ақерке қызымыз. Ақеркеде қызық жағдай болып тұр. Осыған дейін өзге
ұпай, яғни өзге байқауларда, өзге кезеңдерде оның алған ұпайы білесіздер, иә, өте жоғары болды. Ал осы жолы сәл таңғалдырғаны бар. Бірақ дегенмен де ұпай, жалпы ұпай саны бір төмендеп кетпейді деп ойлаймыз, және де жалпы ұпай саны 23 ұпай. Яғни Айданамен бірдей болып тұрсыздар ғой қазір. Жақсы, 5-ші нөмірдегі Жансая қызымыз. Жансаяның аты оза шауып дейді ғой, соңына қарай келген кезде, соңғы 2 кезеңде тек жоғары ұпайларды алып жүр. Енді жарайсыз Жансая. Және сіздегі ұпай 22 ұпай. Жайғасыңыз. 6-шы нөмірдегі Нұрай қызымыз. Нұрайдың ұпайы бүгінгі 6 ұпай. Айнұр қызымыз 7-ші нөмірде өнер көрсеткен болатын. Барын салды, тырысып бақты. Бірақ ұпай сандары бізді таң қалдырды. Ендеше Айнұрдың ұпай саны 17 ұпай. Келесі 8-ші нөмірдегі Аягөз қызымыз. Аягөзде 11 ұпай. Және де ең соңғы болып, бүгін 9-шы болып өнер көрсеткен Мариямның қолдаушылары көп қой кәдімгідей. Жақсы, Мариямда 4 ұпай. Осылайша қыздар, барлығыңыз бүгін 3 әділ қазымыздың барынша тырысып, адалынан берген бағаларын алдыңыздар. Және құрметті көрермен, сіздерде бірер минуттар ғана қалды. Оң жақта тұрған QR код арқылы өз фаворитіңізге дауыс беріп үлгеріңіздер. Барлығын сіздер шешесіздер. Сондықтан да мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бүгін 18:30-ға